Бұл видеода мен сізге 7 нақты қарапайым монтаж техникасын қолдану арқылы каналыңызды қалай дамыту керек екенін айтатын боламын. Алғашқы 5 секунд өте маңыздысы. Қай платформада, қай тақырыпта видео түсірсеңіз де, бірінші 5 секунд көрерменді ұстап қалудың кілті. Сол 5 секундта көрерменді ұстап қалмасаңыз, видеоңызды өткізіп жібереді. Бұған ең тиімді тәсіл видео жасамас бұрын видеоңыздың басына видео жайлы қысқаша фрагман қосу. Мысалға, сәлем достар, біз бүгін Python бағдарламалау тілінде Selenium кітапханасын өтетін боламыз. Бұл қарапайым кіріспе. Ал екінші нұсқаны көрейік. Мен сізге осы эффекттерді қалай жасау керек екенін көрсетем, дайын болса бастайық. Осындай визуализацияларды қосу арқылы соңында бірден бастап кетесіз. Міне, осындай дайын қысқаша фрагмандар көрермендерді қызықтырады одан сайын видеоны көруге. Екінші, алғашқы видеоның 30 секундына аса мән бер. Бірінші жарты минутта көрерменге не айтатыныңызды, не көрсететініңізді айқын көрсету керек. Егер видео білімге қатысты болса, қандай тақырыпты өтетініңді, егер ойын сауық болатын болса, қандай сәттер болатынын, бұл нәрсені жасайтын ең мықты каналдардың бірі MrBeast. MrBeast барлық видеоларында алғашқы 30 секундына видео бойынша не істейтінін көрсетеді. Сондықтан видеоны барлық көрермен соңына дейін көреді. Үшінші, jump cut әдісі, яғни кесіп алу әдісі. Бұл видеодағы артық бос жерлерді қиып тастау әдісі. Мысалға, деген осындай дыбыстарды, демалған сәттерді видеодан кесіп тастау арқылы видеоңызды ағынды және жылдам ете аласыз. Бұл динамикалық әдіс көрерменді жалықтырмай және жеңіл қабылдауға әкеледі. Төртінші, қосымша көріністерді пайдалану. Көрермен тек сені көріп отырса, біраз уақыттан кейін іші пысуы мүмкін. Сондықтан видеоны жандандыру үшін сол тақырыпқа байланысты видеолар немесе суреттер қос. Бұл көрерменнің назарын қайта жаңғыртудың бір әдісі. Бесінші, экрандағы жазулар мен анимациялар. Видеоңыздағы маңызды сәттерді экранда кішігірім тексттермен жазу. Мақсатымыз ол текстті көрерменге оқыту емес, көрерменнің назарын жаңартып отыру. Қысқа, нақты сөздер, маңызды, назар аудар, осылай жаса деген сияқты сөздер көрермендің назарын ұстайды. Алтыншы, музыка мен дыбыс эффекттері. Бұл ең әсерлі элементтердің бірі. Музыка мен дыбыс көрермен назарының 70%-ын қайта тірілтеді. Мысалға, бір фрагманды үнсіз және дыбыспен жасап көріңіз. Айырмашылық айқын. Дыбыс видеоны тірілтеді, әсер қалдырады. Сондықтан әр 20-30 секунд сайын дыбыс эффектісін қосу көрерменді экранда ұстаудың мықты әдісі. Жетінші, обложка мен видеоның мазмұнының сәйкестігі. Thumbnail, яғни обложка видеоны аштыратын алғашқы триггер. Егер обложкаңыз, мұқабаңыз мықты болмаса, видеоңыз қаншалықты мықты болса да, сіздің видеоңызды ешкім ашпайды. Сондықтан обложкадағы көрініс пен видеоның алғашқы сәттері бір-біріне сәйкес болу керек. Мысалға, видеоның обложкасында 3 құпия тәсіл деп жазылған болса, видеоның басында да сол 3 тәсіл туралы қысқаша айтып кетіңіз, немесе бір әдісін көрсетіңіз. Бұл көрерменнің сенімін арттырады.
Танымал Мистер Бист арнасында бұл көп қолданылады. Обложкада не көрсетілсе, видеоның алғашқы сәтінен бастап сол нәрсені көрсетеді. Міне достар, осы 7 әдісті қолдану арқылы видеоларыңызды әсерлі және күшті етіп дайындай аласыздар. Бүгіннен бастап осы тәсілдерді пайдаланыңыздар, айырмашылығын бірден көретін боласыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше. Мәке блог YouTube'та дамудың жолын көрсететін арна.